Қайырлы күн, сіздермен Арай. Ал бүгін біз мына баламыздың шашын алуға шықтық. Осы ауылдың парикмахері бар екен, сол кісіге шықтық. Өзімізге жақын. Көшеміз әлі бізде осылай болып жатыр. Құм үйіп қойған әр жерге. Негізі бұл құм балаларға жақсы болды. Үстіне міне түсет, әйтеуір үсті бастарын кірғып келеді. Ал бірақ машиналарға өте қиын. Себебі айналып өтетін болды. Тіпті біз өзіміз такси шақырғанның өзінде таксидің өздері қабылдамайды, себебі біледі осы көше әлі осылай жатқанын. Сонымен баламды шаштары салып бара жатырмын. Бұл балам менің мама бармай қояйықшы дейді. Шашым өсе берсін дейді. Әй, шашың ұзын болып бара жатыр ғой, Бигфутқа ұқсап кеттің ғой дедім. Ой, енді папам келсін, папам келгеннен кейін бірге барамыз деп қояды. Ой, папаң қашан келеді, оған дейін шашың ұзын болып кетер дедім да, алдап-солдап ананы алып берем, мынаны алып берем деп алып бара жатырмын. Бұл бала соған мәз. Жол ұзақ бізде, үйі алыс екен кішкене. Сонымен мына үй ма, ана үй ма деп келе жатыр. Ей, шыдай тұр кішкене дедім. Өмесі. Мама. Өмесі. Мама. Жүр бол. Үйістіп келе жатсақ, алдымызда мынандай тал тұр екен. Үстінде қып-қызыл нәрселер көп, бір нәрсе өсіп тұр. Бұл не жеуге бола ма екен дедім де, қой тағы да уланып қалармыз деп алып жемедік. Әйтпесе мен әдетім бар, бұндай нәрсе міндетті түрде алып жеймін. Сөйтіп қарасам, мынандай талдар тұр екен. Мынау не тал деп қоям. Сөйтсем балам, мама бұл мақта ғой дейді. Сонымен ау дедім де, өтірік сенгендей болды енді балам айтқаннан кейін. Сонымен қой құрсын, біздің шаруамыз не, бұл не екен дедік та, кете берейік дедім. Сөйтсем балам, қайда мама, жетейін деп қалдық па дейді. Анау газельдің ар жағында дедім. Сөйтіп кішкене қуанып қалды оған. Сонымен өзімде шатасып кеттім. Мына үймеді, жоқ әлде мынау үймеді деп қоям. Вроде күйеуім айтқан, негізі всегда воротасы ашық тұрады, сол үйде парикмахерский бар деп. Мінекей осы үй, осы үйге кіріп не дерімді білмем ғой. Воротасы ашық тұр, бір нәрседе байқалау керекпін. Бас салып үйіне кіріп баруға да ұят. Сонымен хозяйка деппін ғой. Хозяйка! Сонымен хозяйка деп айқайлап кірдік енді. Кірсек, қаз күте тұрыңыздар, бір кісі бар деп сонымен күттік. Мына жерде баламның шашын алып болды, шықсақ жылайды ғой, мына жерім қышып атыр, мойным қышып атыр деп. Қаз үйге бара салсымен сені шомылдырамын дедім. Сонымен жылап қоймаған соң, жарайды, онда екеуміз ойын ойнайық, сен мені қола дедім. Қолап жетсең саған күшті нәрсе алып беремін дедім. Сонымен жолымыз осылай ұзақ бойы жүгіріп жүрдік. Сіздерге видеом ұнап жатса, подписация етіп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі қызық видеолар салып тұрамын, қоңыраушаны басып қойыңыздар.